ферриді мысалы мазуттан жасайды. Мұнайдың ең соңғы өнімі мазут. Мазутты сыққан кезде жидкость бөлінеді. Сол жидкость толуол, ксилол деген зат ферридің құрамына қосылады. Сонан не істейді ол ферриді вообще производствода мотордың майын жуу үшін, танкінің, трактордың, машинаның майын жуу үшін жасалған нәрсе. Соны біздің производстволағандағы майды күшті кетіргеннен кейін оны рынокқа шығарып жіберген ғой, ыдыс жуатын қылып. Ферримен ыдыс жуғаннан кейін бір кесені кемінде 10 рет шайқау керек. Бізде не істейді? Ауылды жерде мынандай чашкаға мынандай су құйып алады да 10 кесені көпірт жуып төңкере салады, иә? Ол кеуіп тұрады ғой. Одан кейін шай құйған кезде мына ыстық шайменен ана ішіндегі толуол, ксилол езіледі дағы ішкен кезде ыстық сумен асқазанға барып түседі. Қазір бар ғой медицинада 70-80% язва желудка, гастрит, эрозия желудка дейді, асқазаннан рак болып отырғандар өте көп. Сол мына химикаттың арқасында болып жатыр. Ал Фаберлик компаниясының ыдыс жуатыны ол на основе травы жасалады. Шөпті қайнатып сонымен жасалады. Онымен даже новорожденный